Сәлем достар, бұл сабағымызда файлдармен жұмыс жасауға кірісеміз. Файлдарды ашу, оларға сөздерді, жазуларды түрін қосу және жаңадан құру немесе оқу түрлері бар. Осы файл туралы жақсылап бір сабақтарды танысатын боламыз. Енді бір файлды ашу және жасау үшін біз open функциясын қолданатын боламыз. Қолданылуы мынандай болады. Open жақшаның ішінде бірінші файлдың атауын береміз, оның форматымен бірге. Екінші файлдың қол жеткізу түрі, яғни біз оны қандай мақсатта ашып жатырмыз. Немесе оны ашу керек па, немесе бірдеңе қосу керек па оған, немесе жаңадан құру керек па, немесе оқу керек па, соның түрін көрсетеміз мына жерде. Одан кейін енді мына жерде файлда қол жеткізу түрі деген файлды қандай мақсатта ашатынымызды көрсетуіміз керек. Енді оның бірнеше түрі бар. Мына жерде көрсетілген W түрі бар. Ағылшын тілінде write, яғни бір файлды жазу. Яғни файл сол бума ішінде құрылады. Егер жоқ болатын болса, жаңадан құрылады және соған жазады файлды. Екінші түрі бар, append, яғни бар файлды ашады және оған ең соңына, яғни оның қай жерде, курсор қай жерінде тұр, сол жерге біз жазу нәрселерді, өзіміз қалаған нәрселерді енгізе аламыз. Және X форматы бар, X құру түрі бар, ол жаңадан файлды құрады. Егер бұрыннан бар болатын болса, сол класс папкада, сол жолда бұрыннан бар болатын болса, қате береді бізге. Және read ағылшын тілінде оқу. Файл болмада жоқ болатын болса, егер бізге қате береді. Яғни ол файлды таппадым, мен оны аша алмадым деген сияқты қате береді. Енді осыларға бір кішігірім бір мысал келтірейік. Мысалға, ол жаңа былай жазалды дедік. Біз файл деген айнымалыға бұны не қылайық? Атайық. Файл тең open файл 1 дейікші. Файл 1 open жақшаның ішіне жаңа файл, мысалы жаңа нежный файл .txt болсын. Текстовый форматтағы бір файл болсын. Және жанына біз қай неде ашайын деп жатырмыз, соны көрсетуіміз керек. Мысалға X пен или A мен немесе W мен өзіңіз қалаған немен көрсете бересіз. Мысалға W-ді мен таңдадым. Енді бұл қазір мына файл мен папкам қай жерде тұрған болса, мысалы Python курсы деген папканың ішінде тұратын болса, осы жерге жаңа файл тексти форматында бір файл создать етеді, яғни жаңадан құрады. Ctrl-V мен жабайын, қазір бұны орындатқызайын. Немесе принтпен оның нәтижесін көрейік. Не бар екен файлдың ішінде? Файл 1-дің ішінде не бар екен көрсетейік. Ctrl-Shift тырнақшамен орындатқызайық. Python document.py деп бір файл создавать еттім. Енді осыны орындатқызайық. Бізге келді нәтиже. Яғни бұл не дейді? Бір файл ашылды дейді. Ол файлдың аты жаңа файл.txt, моды, яғни ашылу түрі W дейді, және encoding дейді. Бізде бұл Windows операциялық жүйесіне байланысты символдарды енгізу түрі, encoding түрі. Енді бұны біз көрейік, қай жерде ашылғанын. Нені бассақ, бізде мына жерде ашылды уже. Так, жаңа деп жыдан келетін жерге барайық. Міне, жаңа файл тексті ашылды. Осының ішінде курсор міне бірінші жерде жаны өшіп тұр. Енді біз бір файлды ашқаннан кейін ол біздің оперативный памятімізде ашып бір белгілі бір орындарды алып тұрады. Сондықтан біз барлық ашқан файлдарымызды жауып отыруымыз керек. Мысалға, файл 1.close осылай жауып кетуіміз керек. Мысалға, ашқан файлымызды біз жауып отыруымыз керек. И жұмыс еткізейік. Мына жерде
энкодингмен бізде жаңа файл ашылды дейді, бар файлды көрсетті, мына жерде бір бар файл екенін көрсетті, и соны ашып қайтадан жауап берді бізге. Енді бұны Ctrl бұмен сол жақта алайын, Ctrl кассамен комментке алайын. Енді келесі түрін жасайық. Мысалға файл 1-ді аламын. Бұны енді мен рабочий столыма, яғни өзімнің компьютерімдегі рабочий столға создавать еткім келіп тұр. Енді ол үшін мынаны жаңа файл текст не істейміз? С дискісінде және оның ішінде users деген папка бар. Оның ішінде менде қандай папка бар? Бір көріп алайын. С дискісінің ішінде пользователи, user және рабочий стол. Мынаны бассаңыздар, сіздерге былай шығады. User, desktop деп менде папкамның несін көріп алдым. Енді осыны жазып шығамыз. Users, қолданушы аты user және оның ішінде desktop и оның ішінде жаңа файл txt. Енді осыны file1 нүкте close пен жабайын. Сақтаймыз, Ctrl-Shift тырнақша Python'ды орындатқызамыз. И создавать етілді бізде. Өйткені бағдарламаның біткенін көрсетіп тұр. Рабочий столға қарасаңыздар, міне жаңа файл тексті бізде ашылды. Ішінде бірақ ештеңе жоқ. Оның ішінде бір текстовый файлдағы бір документ ашылды, құрылды. Енді Ctrl бұны X жаға салайық. Осылай сіз кез келген жерге, яғни S дискісі болсын, D дискісі болсын, барлық орынға осындай адресін көрсету арқылы, яғни мекен-жайын көрсету арқылы сіз кез келген бір файлдарды құрып создавать ете аласыз. Енді бұл нәрсе, мынандай нәрсе, ішіне мысалға бірдеңелер жазайық біз. Ол үшін қалай жазамыз? Файл 1 нүкте write деген метод бар. Write. Осының ішіне біз жазайық. Мысалға мәке def. И қазақша YouTube арнасы. Осыны жаздырайық. Мысалға, енді рабочий столды орындатқыза берейік тағы да. Жазаймыз. Мына жерде мына біз қате алдық мына жерден. Жазу барысында бізде энкодер, яғни біз кодек деген чармап, бізде энкодер дұрыс жасалған жоқ, өйткені біздің энкодерімізді берілген жоқ біздің аяқта. Энкодерге беріп, қазақша мәтіндерді, қазақша символдарды оқу үшін мына жерге біз энкодинг беруіміз керек. Энкодинг бізде UTF-8 деп аталады. Осы біздің кодировкамыз, яғни қазақша символдарды да оқи алатын кодировканы орындатайық. Ctrl-Shift тырнақша қайтадан орындатқызайық. Міне орындалды. Енді файлымызды ашып көрейік. Жаңа файл тексті, міне ішіне мәке-деф қазақша YouTube арнасы деп бізге жаздыртып берді. Енді мынандай нәрсе бар тағы да. Біз мына жерге жаздырған нәрсемізді, мысалы ішіндегі текстін тағы өзгертейік. Мысалға Python қазақша курсы сақтаймыз. Енді орындатқызайық осы жерде. Бұл мына жоғарыда көрсетілген W мен A деген файлдың жазатын түрі, жазу түрі, осының айырмашылықтарын көрсетейін жатырмын сіздерге. W мен және A-ның. Мына жерде орындатқызып көрейік. Бірінші W мен көрейік. Біз жаңа алдыңғы неде мәке-деф қазақша YouTube арнасы деп жаздырған болатынбыз. Енді қайттан орындатқызамыз нені. И рабочий столға келеміз. Ішіне ашатын болсақ, тек Python қазақша курсы ғана жазылып қалды мына жерде. Бұл не дегеніміз? Яғни біз мына W түрін қолданатын болсақ, яғни файлды біз ашамыз, ашқаннан кейін ішіндегі барлық нәрсені өшіріп тастаймыз да жаңадан жазамыз.
мына жерге Python қазақша курсы деп жазылды, алдындағы мәке девті өшіріп тастады. Енді бұны осы а түрімен жазып көрейік. Мысалы Ctrl-K-сы мына осы append дегенмен қосып көрейік. Бұл append деген файл бумада жоқ болса, жаңасын құрады және соған сіздің жазған нәрсеңізді қосып береді. Мысалға, мына жоғарыдағын ашайық. Мынаны создавать етіп алайық. Файлды аштық және файл бірді close жасатып алайық. Ұмытпаңыздар, ашқан файлды жабуды сразу ұмытып кетпеңіздер қатардың соңында. Енді қазір мынаның ішінде бізде жазу бар, Python қазақша курсы деген жазу бар. Енді біз осыған мына арқылы тағы да бір өзгертетін нәрсеміз тек W-дің орнына біз A дегенді қоямыз. И Python қазақша курсыны осыдан тағы да жіберткізейік. Ctrl-Shift тырнақша орындатқызамыз. Орындалды. Рабочий столды ашамыз, жаңа файлға міне Python қазақша курсы деп екінші рет жазылды. Қарап тұрсаңыздар. Енді курсор осы жерді көрсетіп беріп тұр файл бойынша. Енді мынандай нәрсе бар. Тағы да бірдеңелер жаздыру үшін, мысалға, мына жерге /n дегенді қоятын болсақ, /n дегеніміз бізде жаңа қатар дегенді білдіреді. Яғни Python қазақша курсыны келесі бір қатарға түсіріп жазып береді қазір. Орындатқызамыз и нәтижесін көрейік. Міне Python қазақша курсы астына түсті. Мына жерде курсор мына жерімізде тұр қазір. Енді мынаны жабайын. Одан кейін мынандай түрі бар. /n-ді біз мына соңына қойып көрейік. Сақтаймыз и орындатқызамыз. Орындады, жауабын көрейік. Міне Python қазақша курсы жазылды, мына жерге қойылды, бірақ бұл курсор астын көрсетіп тұр міне. Өйткені астында да бір жол бар екенін көрсетіп тұр. Мысалға біз қазір мына жерге тағы да бірдеңе жазатын болсақ, тағы да орындатқызатын болсақ, бұл кезде Python қазақша курсы астыңғы жолға жазылып шығады. Ctrl-Shift тырнақша орындатқызайық, көрсетейік. Жабайық. Орындатқыздық. Ашайық, міне. Python қазақша курсы астына қарай жазылып тұр. Астына бір жол түсіп тұр. /n-ның атқаратын қызметі мына жердегі бұл жаңа қатарды білдіреді. Енді мына жерде біз C дискісіндегін жаздық, рабочий столдағын. Енді біз мына рабочий столдағын көрсетпейміз. Ол дегеніміз мына файл сіздің мына document.py деген файлыңыз қай жерде тұрса, сол жердегін көрсетеді. Мысалға, мен Python курсы деген папканың ішінде тұр document.py. Бұл қай жерде көрсетіліп тұр? Менде метод компьютер, D дискісі, Мұртаза дата, YouTube project, оның ішінде Python курсы деген папканың ішінде тұр. Яғни бұл D дискісінің ішінде тұр. Осы жерге файлды создавать етті. Мысалға, міне жаңа файл текстіміз мына жерде тұр. Осы жерден көріп алсаңыздар да болады сразу. Енді Ctrl-B мен жабам бұл жерді. И осы жердегі нәрсеге, мысалға, бұны ашып қойдық қой. Енді бұны Ctrl-K деймді. X пен құрам жаңадан, яғни X модын, яғни X түрін қолданамыз. Ол үшін файл 1, жаңа файл тексті, бұл бізде уже бар. Сондықтан бірді жасайық. Яғни файл бұрыннан бар болса, қате беретінін жазып қойдық, Яғни сондықтан файл 1-ген атауын өзгертеміз. Бұл энкодингті UTF-8-ге қойдық. Файлды жабамыз. Создавать етеміз. Бұл жерде A-ның орнына енді біз мод түрінде X-ті қоямыз. X дегеніміз бұл тек файлды создавать етіп береді, болды. Іштеңе жазбайды да, ол файлды ашпайды да. Яғни сізге тек бір файл создавать ету керек болатын болса, яғни құру керек болатын болса, осы X методын қолдансаңыз болады. Ctrl-Shift тырнақша жұмыс етсеміз, орындалды. Ctrl-B мен жанымызды көреміз. Сол кезде мына папканың ішінде бізде жаңа файл тексті 1 осылай құрылды.
яғни X модымен құрылды бұл жерде. Енді Ctrl+K-сы жалпы түсінген боларсыздар, яғни бір файлды біз open функциясын қолдану арқылы жасайтынымызды көрдік. Оған файлдың атауы, және файлдың атауы деген жерге файлдың форматымен бірге, яғни txt файл болсын, ол mp3 файл болсын, mp4 файл болсын, кез келген файлдың түрін жасата аласыз. Яғни демек Python файлында құруға болады. Яғни кез келген форматтағы файлдың атын құрасыз, және оған қай түрде қол жеткізесіз. Оған мысалы оны ашу ма тек қана, немесе ішіне бірдеңелерді қосу ма, немесе тек файлды создавать ету ғана ма, болмаса ең астындағысы бізде не бар еді? Read, яғни оқу. Ішінде не бар? Толық оқимыз, болды, басқа ештеңе істемейміз ол жерде. Сондай түрлерімен ғана жасайтынымызды көрдік. Енді бүгін сабағымызда тек W түрін және append түрін, яғни write, append және read, енді келесі сабағымызда осы read түрін көретін боламыз. Бұл сабақтарды енді жаттаудың қажеті жоқ. Алдағы уақытта бұлармен күшті бір нелерді, демоларды жасайтын боламыз осы файлдармен. И алдағы уақытта жаңа да басқа да функциялармен бірге танысатын боламыз. Келесі сабақта кездескенше каналға жазылып қойыңыз және сау саламатта болыңыз.